жалғастыру керек. Енді осы сессияда халық күтетін көбінесе біз құрылыс жұмыстары ғой, енді маусым ертерек басталды. Осы жұмыстарды жандандыру керек. Көбінесе инфрақұрылым, газ, ауыз су мәселесі, жол мәселесі, басқа да мәселелер, әлеуметтік нысандар бар, соны көтеріп келеді. Үнемі сіздер арқылы жеткізіп отырады. Енді сақалды құрылыстар өңірімізде болды. Қазір биыл толықтай біз аяқтаймыз. Заң аясында толық жан-жақты қарап, тиісті қаржы бөліп, шешімдер қабылданды. Ол мәселе толықтай осы жыл жабылады. Және де басталған құрылыс, оны да жан-жақты қадағалау керек. Енді өзіміз ішкі жұмыстарды жүргізген кезде үнемі осы мәселені көтеріп қадағалайтын боламыз. Ауыл шаруашылығы енді ата кәсіп қой, білесіздер, қарызсыз келе жатырмыз. Сол үрдісті әрі жалғастырамыз. Себебі ата кәсіп оңай емес. Азық-түлік мәселесі, енді далаға барып қаншама қыруар шаруаларды атқарып келеді. Біздің диқаншылар, мал шаруашылық саласындағы біздің әріптестеріміз соған байланысты. Олардың да мәселелері бар. Ол мәселелерді үнемі бақылауда ұстаймын. Сондықтан ауыл шаруашылықты тікелей өз бақылауында ары қарай қолдау табылады.